Батыр Баян туралы түсірілген кино бар. Осы кинода бір кішкентай бір эпизод бар. Абылай хан бүткіл әскердің алдына шығып, жері керек пе, жан керек пе деп жауынгерлерден сұрайды. Сонда бүткіл жауынгерлер бір ауыздан жер керек деп айқайлайды. Бәлкім бұл енді режиссердің бір киноның маңызын арттыру үшін, бір ел жандылықты насихаттау үшін қосқан эпизод шығар. Бірақ негізінде жерден де, жаннан да қымбат нәрсе бар. Ол береке, бірлік. Бірлік яғни. Береке қай жерде болады? Береке бірлік бар жерде болады. Бірлігінен айырылған ел, оның болашағы жоқ. Мейлі ол қай саласын дамытқанменен береке болмаған жерде болашақ болмайды. Мыңжылдық тарихы бар мемлекеттердің өзара, ішінара бір-бірімен қырқысып, соның себебінен сыртқы ықпалды күштердің араласуы арқылы кейбір мемлекеттердің, мыңжылдық тарихы бар мемлекеттердің жер бетінен жойылып кетіп жатқанын көріп отырмыз. Неге? Өйткені өзара береке, ынтымағынан, бірлігінен айырылып қалған. Сондықтан бізге ең бірінші қажет бұл бірлік. Бірлік бар жерде ғана тірлік болады. Артық кеткен ағайынның болсын, артық кеткен біреудің сөзі болсын, ісі болсын, кез келген салада, мейлі қызмет бабында болсын, кешіре білуіміз керек. Өйткені қазақ көп емеспіз. Сабыр Адайдың айтқан жақсы сөз бар, әр қазақ менің жалғызым деген. Біз бір-бірімізге осылай қарауымыз керек. Біз қит етсе біреуді құрту керек, соттау керек, ату керек емес. Бәлкім соны дұрыс жолға қоғам болып салудың жағдайын жасауымыз керек шығар. Өйткені әр қазақтың артында ертеңге бүгінгі мемлекеттің болашағын жалғайтын жақсы ұрпақтар жалғасу керек. Әр қазақ менің жалғызым деп қарауымыз керек.